Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін орамжапырақ қосылған қимақ дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен орамжапырақты блендердің көмегімен сатып аламыз. Егер де блендер болмаса, ет тартқышты қолдансаңыз болады. Орамжапырақтың екінші бөлігіне пияз, жұмыртқа, қажетінше аскөк, бөлме температурасындағы сода қосылған айран және де ұнды қосып араластырамыз. Массамызды алғашқы орамжапыраққа қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Бұндай қимақ тез әрі оңай дайындалатын тағамдардың бірі болып табылады. Дайын болған массамызды қызып тұрған майға ас қасықтың көмегімен бір-бір қасықтан салып, екі жағынан қызартып қуырамыз. Майлықтың көмегімен артық майынан арылтыңыз. Осымен біздің орамжапырақ қосылған қимағымыз дайын. Қимағы өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.